Жер жаһанды өзінің қанық түсімен бүлдіріп жүретін біріміздің сүйікті, енді біріміздің ауызға ала алмайтын көкөністеріміздің бірі қызылшаның құпиясын бірге ашайық. Тарих беттеріне көз жүгіртсек, жабайы қызылшалар ежелден бері адамзаттың сенімді серігінің рөлін атқарып келеді екен. Біздің заманымызға дейінгі 2000-1000 жылдары қызылшаның жапырақтары көкөніс ретінде және әртүрлі ауруларға шипа болатын дәрі ретінде пайдаланылған. Қызылшаның құрамында көмірсулар, жасұнық, калий, фосфор, кальций, магний, темір, мырыш, А дәрумендерінің негізі С, В1, В2, РР, Е дәрумендері, фолий қышқылы бар. Жинап алған бойда пісірілген қызылшаның емдік қасиеті бар. Ол жасы ұлғайған гипертониямен және бауыры ауыратын, іші қатқан адамдарға пайдалы. Қызылша көп қайнатуды қажет етеді. 2-3 сағат. Оны тез пісіру үшін 1 сағат қайнатылған оттан алып, суын төгеді де 10 минут үстіне суық су ағызып қояды. Ал салат немесе винегрет жасау үшін оны щеткамен тазартып, суық сумен жуып, қабығымен қайнатады. Қайнатқан кезде қызыл түсін жоймас үшін суға құмшекер салуға болады. 2 литр суға жарты шай қасық. Қызылшаны асқа пайдалану біздің сүйектеріміз бен тістерімізге пайдалы әсер етеді. Бұл оның құрамындағы кальцийдің арқасында болады. Оның жетіспеушілігі тіс шегіге, мешел ауруына, сүйек кеуектенуіне және балалар бойы өсуінің бұзылуына әкеліп соғады. Сондай-ақ қызылша ағзаны тазалайды, шаршағанды басады, қанааздықтың алдын алады, қатерлі ісіктен қорғайды. Әсіресе қызылша шырының пайдасы орасан зор. Қызылша шырынымен бәріміздің күрделі мәселеміз саналатын баспа ауруын, яғни ангинаны емдеуге болады. Ол үшін 1 стакан қызылша шырынына 1 ас қасық балды қосасыз да, дайын болған қоспамен күніне 6 рет тамағыңызды шайыңыз. Қызылша шырыны өт жолдары және ішектегі тазартып, асқазанды емдейді. Асқынып кеткен жаралар мен өзге де қабынған теріні таңып тастауға болады. Қызылшаны сүйіп жейтін адамның жалпы портретіне назар салайық. Ол ақылды, себебі қызылшада йод көп, ал онсыз есте сақтау қабілетінің жақсы, ой-өрісі мен зейінінің жоғары болуы мүмкін емес. Беті алқызыл, себебі қызылша темірдің сіңуіне әсер етеді. Сондықтан қызылшаны ұнататын жандардың бет әлпетінің бозарғанын байқамайсыз. Ол төзімді. Қызылша адамның физикалық төзімділігін арттырады екен. Ғалымдар қызылша шырынының қан тамырларды кеңейтіп, қан тарауын күшейтетінін дәлелдеген. Демек, бұлшық еттерге ауа түсуін арттырады. Мамандар тәжірибе жүргізіп, жаттығу алдында 70 мг қызылша шырынын ішу денеге түсер салмаққа төзімділікті 16% ұлғайтатынын анықтаған. Оның шашы қалың. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп, қалыңдап, жылтырай түседі. Оған қызылша қабығының астында көп мөлшерде кездесетін В дәрумені ықпал етеді. Ол бұлшық етті. Қызылшада бұлшық ет массасын арттыруға көмектесетін магний мөлшері көп. Ол сымбатты. Қызылша құрамында азот алмасуын жылдамдатып, артық сұйықтықты шығарып, артық салмақтан арылуға себебін тигізетін ерекше жасаттар кездеседі. Қызылша қандай ауруларды жазуға көмектеседі? Қан қысымы. Зәр айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді. Ал құрамында көп мөлшерде кездесетін кальций себепті қызылша жүрек ауруларынан зардап шегетін адамдардың ас мәзірінен табылуы тиіс. Іш қату. Қызылшадан жасалған тағамдарды жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады. Бірақ қызылша шырынын пайдаланғанда абайлаңыз. Нәтижесі сіз күткеннен де артық болуы мүмкін. Бас ауруын жазуы. Қою қызыл көкөніс бауыр қызметін жақсартып, оны улы заттардан қорғап, организмнен зиянды заттарды шығарады. Асқазандағы ауырлық. Әсіресе ол жаншылған шошқа етіне байланысты. Қызылша ақуыздар мен майлардың қорытылуына көмектеседі. Тұмау.
Қызылша қабынуға қарсы әсерге ие, сондықтан бұл көкөністің шырынын тұмау дегенде мұрынға тамызады. Сонымен қатар баспа, көмейдің қабынуы, жұтқынша қабынуы орын алғанда тамақты шаю үшін қолданылады. Қызылшаны қалай пісіреді? Бірінші, қызылшаны пісіргенде ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Ол дәрумендердің жоғалуын азайтады. Екінші, көкөністің толықтай суға батып тұруын қадағалаңыз. Ол пайдалы заттардың ыдырау процесін баяулатады. Үшінші, суға тұз салмаңыз. Ол қызылшаның пісу уақытын ұзартады. Тіпті қызылша піскеннен кейін де қаттылау болуы мүмкін. Төртінші, түбін кеспеңіз және сабағын толық кеспей бірнеше сантиметрін қалдырыңыз. Әйтпесе қызылша түсін жоғалтып, дәмі су татып кетуі мүмкін. Бесінші, пісу уақытын жылдамдату үшін суға 1 ас қасық қант салыңыз. Не өсімдік майын қойыңыз. Екеуі де қайнау температурасын жоғарылатады.